Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан сәтті шығатын өте әдемі кестелі құймақтың рецебін ұсынамын. Сіздер де міндетті түрде ауызашарға дайындап көрсеңіздер де болады. Ол үшін бізге керекті заттар: сүт, сұйық май, жұмыртқа, шекер, ұн, ас содасы болса жеткілікті. Бірінші кезекте 3 дана жұмыртқамызды салып, 5-6 ас қасық шекер салып жақсылап араластырып аламыз. Шекерімізді ерігенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне сүтімізді және де сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Шай қасықтың ұшымен тұз саламыз. Содан соң ендігі кезекте ұн салып, үстіне ас содасын саламыз. Ас содасын да шай қасықтың ұшымен саламыз. Көп салып жүрсеңіздер ащы дәм шығып кетеді, сол себепті аз ғана салсаңыздар жеткілікті. Пирогтың тестасы сияқты қою болып шығады. Осылай іртігін кетіріп, жақсылап араластырып болғаннан соң үстіне 300 грамм қайнаған су құямыз. Міне осылай қайнаған суымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен қамырымыз дайын, сұйықтығы осындай болып шығады. Енді кезекте тапамызды қыздырып, осылай құймақтарымызды құйып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Міне осылай екі бетін аударып отырып пісіріп аламыз. Міне барлығын осылай пісіріп аламыз. Осымен құймақтарымыздың барлығын пісіріп алдық. 25-30 штук аралығында шығады. Ендігі кезекте арасына начинкасын дайындаймыз. Мен творогтан дайындадым. Вареный сгущенка жақсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен осылай қаймақ, творог, шекер үшеуін жақсылап араластырып, осылай салмасын дайындап аламыз. Арасына салып, осылай жақсылап орап аламыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.
Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де WhatsApp группаларында бөлісіп қойсаңыздар болады. Осы рецептпен сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен қимақтарымыз дайын, ас болсын.